Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шоколадный маффиндердің оңай рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, оны венчикпен араластырып аламыз. Жұмыртқаларды араластырып алған соң, оның үстіне жылы сүт және сұйық майды қосып, сұйық массаны дайындаймыз. Сұйық массаны дайындап алған соң, енді құрғақ массаны дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұн, қант, какао, кофе және қопсытқыш қажет. Оларды араластырып алып, үстіне сұйық массаны қосамыз. Ешқандай комочек қалмайтындай етіп, оны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырдың үстіне шоколадты турап қосамыз. Шоколадты дайындап алдық. Енді оны қамырдың үстіне қосамыз. Енді маффиндерді формаға салып пісіріп аламыз. Мен форманың бетіне пергамент қағазын салып, үстіне қамырды құямын. Сонда маффиндеріңіз формаға жабыспайтын болады. Маффиндерді құйып алған соң, енді оны қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің маффиндеріміз дайын болып пісіп шықты. Осылай көлемі үлкейіп, әдемі болып пісіп шығады. Маффиндерімізді дәл осы күйінде дастарханға ұсынуға болады. Егер бетін қосымша әрлеймін десеңіздер, мен секілді шоколадты ерітіп, шоколадный ганашты бетіне құйыңыздар. Маффиндер сондай жұмсақ, влажный әрі дәмді болып піскен. Осы рецептпен міндетті түрде пісіріп, ауыз тиіңіздер. Видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.